Келіншектау сағымдары. Авторы Шерхан Мұртаза. Шілденің күні шаңқай түс болғанда батыстағы Келіншектау сағымданып, үздік создық қимылдай бастайды. Баяғы байдың ұзатылған қызының көші қайта тіріліп, убап-шубап бара жатқандай. Байдың қызы ұзатылған ғой. Қыз әкесіне өтініш айтыпты. Менің жасауыма алтын шаңырақты, күміс уықты, ақ отау дайындатыңыз. Қазан, ыдыс-аяқ, табақ бәрі де алтын жалатқан күмістен болсын. Төсегімді пілдің сүйегінен жасат. Көрпе жастық шытырма, шәйі, сусыма жібектен болсын, деп тағы басқа керек жарақтың бәрін не бар асылдан әзірлеткен ғой. Жасау мүлкі 40 түйеге артылып, қалыңдық көші шубатылып жолға шыққанда кенет байдың қызы көшті тоқтатып әкесіне: «Әкетау, біз бір нәрсені ұмытып кеттіпіз ғой», дейді. «Нені, шырағым? Ит аяқ алтынан болмады ғой». Әкесі аттың үстінде келе жатып, қос қолының алақанын көк аспанға қарата жайып жіберіп: «О, Тәңірі, бар болсан, мына көшті тас қыла көр», деп сақалын көзінің жасы жуып, құдіретті күшті Құдайға шын ниетімен жалбарынған екен дейді. Әкенің қарғысы қатты, тілегі тәтті. Байғұс қыз келіншек болып келе жатып, лезде бүкіл көш ұзақтан ұзаққа созылған қара тас болып қатып қалған ғой. Содан бері Келіншектау аталады. Күндіз оны сағым буып тұрады. Кешке жақын күн батарда Келіншектау алыстан ерекше ап-айқын көрініп, келбеттеніп, құдіреттеніп кетеді. Шілденің күні шаңқай түсте ысып ми айналдыратын тұста, тірі жан кірерге тесік таппай, бәрі де алақандай болса да көлеңке іздейді. Тал түсте көлеңке де барынша қысқарады. Киіз үйдің көлеңкесі құраған терде құсырылған жерде келісті ақ ешкі екі лағымен бүйірі бүлкілдеп ыстықтап жатқан болады. Күннің ми қайнайтын ыстығында шекшек шырылдайды. Тірі жаннан белгі берген сол ғана. Басқан бәрі мүлгіп тұр. Баяғы динозаврлар заманынан бізге талай зауалдан ілдалап жеткен кездік бой кесіртке де қызған тастың түбінде аппақ алқыма бүлк-бүлк етіп тырп етпей қалыпты. Келіншектау көшінің үздік создық қозғалаңдайтын кезі дәл осы шақ. Сағым айнығанда шексіз теңіз толқындатып, сол теңізде Келіншектау жастар көшіндей болып жүзіп бара жатады. Жазғы жайлаудағы жалғыз үйде аға шопан Қоңырбай мен жас келіншегі Гүлдерайым екеуі ыстық ерітіп жібергендей буындары былқ-сылқ болып жер төсекке құлай кетіп ұйықтап жатқан. Жерошақ басындағы сексеуіл үйіндісін көлеңкелеп жатқан саралап төбет арс ете қалды. Сөйтсе бір уазик екпіндеп келе жатыр екен. Екпіні шопанның киіз үйін таптап өтердей. Құдай жарылқағанда киіз үйді жайратып кеткен жоқ, бірақ үйдің көлеңкесінде жатқан ақ ешкіні бақ еткізіп басты да кетті. Қоңырбай сыртқа атып шықса, уазик басып өткен ақ ешкі артқы екі аяғын ербеңдетіп, көзі аларып үзіліп барады екен. Өлмей тұрғанда бауыздап жіберейін деп пышаққа жүгірмекші еді, машинаның ішінен масаң дауыс гүр ете қалды. «Өліп қалғансыңдар ма?» Ферма бастық Қабылбек екен. Алдымен бастыққа қарай жүгірмегеніне кінәлі болғандай, ақ ешкіні де пышақты да ұмытып, бастыққа қол қусырып: «Жай нетіп әлгі пышақ алайын деп...» «Пышағы нес? Оны қайтесің?» деді. Қоңырбай: «Сіз машинамен басып кеттіңіз ғой», деп айта алмай: «Осылай боп қалды ғой», деп міңгірледі. Деп мекіренді завферма: «Жегенге ешкінің еті жеңіл болады».
Өлі ешкінің емшегінен сүті қызғылтым болып шықты. Жас лақ сорлы оны қайдан білсін, солқылдатып еме берген. Қоңырбай лақтарды «Ей, сорлы жетімдер!» деп итеріп кеп жіберген. Сосын үйден пышақ алып шығып әйеліне айқайлады. «Әй, Гүлдерайым, таза табақ әкел!» «Оны қайтесің?» деді Қабылбек машинадан теңселіп түсе беріп. «Әше, нетіп қанын алайын деп шыжмыжға не ғой әлгі әсіп дейме, әсіп де прекрасна ғой ол». Қоңырбай ақ ешкінің былқ-сылқ еткен басын көтеріп, алқымын бісміллә деп пышақпен орып кеп жіберіп еді. Қан атқып ақпай шып-шып шықты да тыйылып қалды. Табақ ұстап тұрған Гүлдерайым байына: «Байқұс-ау, арам өліп қапты ғой», деп сыбырлағанда Қоңырбай: «Өшір үніңді», деп ысылдады. Қоңырбай ақ ешкінің етін бұршалап тез-тез жіліктеді де Гүлдерайымға: «Қуырдақ жасай бер», деді. Ақ ешкінің терісіне тұз сеуіп далада тұрған бидонның үстіне жайып қойды. Терден енесінің иісін сезген лақтар ақ ешкінің жүні көрінбей қалғаннан бір сұмдықты сезгенде тұз сепкен жалаңаш теріні жалап-жалап қосарлана маңырай бастады. Қабылбек бастық бұл кезде тиегі жоқ домбыраны тыңқылдатып отырған. Ыдыс аяқ алып үйге кіріп шығып жүрген Гүлдерайымның мықынынан мытып қалып, масан көздерін қысып-қысып қойды. «Мен ет піскенше мысқып алайын, көрпе төсеп жастық бере салай», деді. Гүлдерайым бастықтың айтқан істеп сандықтың үстінде жиналып тұрған көрпе жастықты ала бергенде келіншектің топ-толық балтырын сипалап қалды. Басы жастыққа тиісімен қор ете түсті. Егіздер енесін жоқтап зар қағып маңырай бастады. Киіз үйді шыр айналып безектейді. Бидонның үстінде жаюлы тұрған тері ыстық күнде тез кебірсіп тырыса бастады. Лақтар барып иіскеп жансыз заттан түңілгендей зарлана түсті. Оянып кеткен ферма бастық: «Өшір үнін!» деп ақырып қалды. Қоңырбай лақтарды үйден әрірек айдап салып қуған болды. Егіздер аулаққа кетпей қайтып айналып келе берді. «Өшір үнін! Қайтып өшірсін! Ауыздарын буып қоя алмайсың, қоя ғой» дегенді түсінбейді. «Қайтесіңдер, байқұстар, құдайдың ісі», дейді Қоңырбай далбасалап. Жетімдер маңырай түседі. «Қайдағы құдайдың ісі? Машинамен басқан құдайдың ісі емес қой. Жаппаңдар құдайға жалаларыңды, қатыгез, мейірімсіз адамдар», деп зарлайды егіздер. «Өшір үнін!» Бірақ Қоңырбай жетімдерді жұбата алмайды. Лақтар Қабылбектің зав ферма екенін түсінбейді. Оның бастық екенімен істері жоқ. Лақтарға ене керек. Олардың қарны ашты. Оларға енесін жып-жылы тәп-тәтті сүті керек. Лақтар емшегін сорып жатқанда мейірленіп олардың үстін жалап, аймалап тұратын ана керек. Ақ ешкі сүтті еді. Тіпті егіздер әбден тойып қарындары бұлтиып кеткен кезде де Гүлдерайым одан шай қатыққа сүт сауып алады. Жетімдер жылайды. Зав ферма бір сәт лақтардың даусын ұмытқандай болды. Өйткені қос шекесі солқылдап, басы қақ жарылардай боп кетіп бара жатты. «Әй, Қоңырбай!» деп жуан даусы барқ ете қалды. Қоңырбай жетіп келді. «Қабеке, не болды?» «Әй, бір жұтым арағым бар ма? Басым әкетіп баратыр». Қоңырбай қатты састы. «Қабеке, үйде арақ жоқ еді». «Безобразие!» деп бажылдады Қабылбек. «Аш ана уазикті, сонда бір захар болу керек». Қоңырбай үйге қуанып кірді. Багажниктен 1,5 литрлік соп-сопақ бөтелке тауып алған. «Құй!» деді Қабылбек қырлы стаканды тосып тұрып. Қоңырбай лақылдатып ақ құйып еді. Бастық шүлпілдет деп барқ ете түсті.
Стакан шүлпілдеді. Бұл кезде уазиктің ар жағында ақ ешкінің бас сирағын қытырлата мүжіп сары ала төбет молшылыққа кенеліп жатты. Егіздер жылай-жылай сілесі қатып, үйдің көлеңкесінде енесі жатқан жерде талмаусырап ұйықтап қалды. Ақ ешкінің қуырдағы да дайын болған екен. Қабылбек күректей алақандарын ысқылап, жылы жұмсаққа қолды бір салды дейсің. Сен неге алмай отырсың, деп Қоңырбайға түйілді. Қуырдаққа Қоңырбайдың тәбеті шаппады. Ешкі етін жемеуші едің, жел ескілікті ауруым, деп күмілжіді. Әй, деді Завферма орасын ой есіне түсіп. Айтпақшы, әлгі шым-мыж қайда, әсіпті айтамын. Ой, Қабеке, ол үлкен аспен бірге беріледі ғой, деді Қоңырбай зәресі зәр түбіне кетіп. Құй, деді Завферма. Стакан шүпілдете толтырылды. Ал, деп бұйырды бастық. Қоңырбай енді уәж айта алмай, екі көзін тарс жұмып тұрып, тартып жіберіп еді, өзегі өртеніп бара жатып. Әлгі әсібін тағы сұрар ма екен, деп ойлап үлгерді. Қатының неге ішпейді, деп қалды бастық. Әй, қатын кел, шақырып жатыр, құңқ етті Қоңырбай. Гүлдерайым үйге кіргенде ферма бастық айғыр стаканды тосып тұрып, құй, деді. Қоңырбай қолы қалтырап арақты үлпілдетіп құйып еді. Завферма оны Гүлдерайымға ұсынып, амандық саулыққа алып жібер, деп қиылды. Гүлдерайым бетін бұрып әкетіп, мен ішпеймін ғой ағай, деді. Онда қатының үшін сен ішесің. Бастық стаканды Қоңырбайға ұсынды. Қоңырбай онсыз да дөмбілсіз болып тұр еді. Бұл стаканнан кейін өзі де ішімдікке жоқ оқта-текте ұрттап тататын сорлының үсті-үстіне көмейінен өткен ақ пері аш өзегіне түсіп кетіп, жиюлы жүктің алдында аяқ қолы былқылдап, аузы қисайды да қалды. Бәсекең жас келіншекке қол салды. Қойыңыз ағай, әдепсіз болмаңыз, деп Гүлдерайым үйрелене жасқанып шектей беріп арқасы керегеге тірелді. Шегінерге жер қалмады. Артта кереге, алда ырқ-ырқ еткен бастық. Завферма өңмеңдеп құшақтап бетінен сүймеке ұмтылғанда, байқұс келіншек қырғи бүрген торғайдай, аждаһа көрген көжектей бүрісе беріп, бір сәт босаңсығандай да болып еді. Әлгінің аузынан бір сасық иіс мұңқ ете қалды. Гүлдерайым лоқсып барып, бастықтың омырауына құсып жіберді. Қабылбек бастық үстінің бәрі былығып, қолымен сүріппек болғанда, келіншек оның уысынан сытылып шығып, есіктен сыртқа ыта кеп жөнелді. Белден асып бір отар қой бері қарай құлаған екен. Гүлдерайым солай қарай жүгірді. Оның соңынан екі жеті маңырап ала ілесті. Бір отар қойдың ішінен егіздер өз енесін іздеп кез келген қой мен ешкінің емшегіне жармасып жүр. Малда да қатыгездері бар. Байғұстарды сүзгілеп, тепкілеп жіберді. Малда да мейірімділер бар. Тоқтай қалып мүсіркегендей болады. Пом чабан Дәрібай Гүлдерайымның алдынан шыққанына таң қалып, тыйыштық па, жеңеше, деді. Гүлдерайым өксіп, ана қара доңыз, деп ар жағын айта алмай жылап жіберді. Пом чапан жас та болса, тістері түсіп, күнге күйіп, ерте егде тартқан, кейпі кедейлеу, пәс мінез пенде еді. Қой, жылама жеңеше, деп мұжырайған киіз қалпағын түзеп киген болды. Қазір оны Қазір дегенде мұның қолынан не келеді, кім біледі, дегенмен еркек қой әйтеуір. Жер бетіндегі мынандай қиянаттан, сорақы сорлы тірліктен ұялып кеткендей батып бара жатқан күн қып-қызыл боп айнала төңірек алаулады. Күн батар тұстағы келіншектау ырғалып, жырғалып бара жатқандай көрінді. Көш соңына ақ ешкі ілескендей әлденеге ағараңдайды. Әлде сағым, әлде өкініш үміттер ағысы.
соңы